Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ отбасының дәстүрлері. Екінші сабақ. Бүгінгі сабаққа қойылатын мақсаттар: мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау, қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдалану. Өткен сабақта өткен жаңа сөздерді мен жұмыс жасайық. Сөздерді қазақшаға аударамыз. Традиция, уступить дорогу, посадить на почетное место, не переговариваться, защитник, уважаю. Жақсы, енді өзімізді тексереміз. Традиция, дәстүр, уступить дорогу, жол беру, посадить на почетное место, төрге отырғызу, не переговариваться, қарсы сөйлемеу, защитник, қамқоршы, уважаю, құрметтеймін. Келесі тапсырмамыз: бірінші диаграммаға отбасымен байланысты туыстық атауларын, екінші диаграммаға қандай отбасы деген сұраққа жауап беретін сөздерді табыңыздар. Жақсы, өзіңізді тексеріңіздер. Отбасы мүшелері: әке, ана, ата, әже, әпке, аға, іні, сіңілі, қарындас. Қандай отбасы? Үлкен, мейірімді, тату тәтті, еңбекқор, бақытты, тәрбиелі. Жақсы балалар, енді ережеге көңіл аударыңыздар. Тәуелдік жалғауының жекеше түрі. Бірінші жақ: менің, м, м жалғаулары жалғанады. Мысалы, отбасым, анам, әжем, добым, інім. Екінші жақ: сенің жалғаулары ың. Мысалы, отбасың, анан, әжем, добың, інін. Сыпайы түрі: сіздің жалғаулары ңыз, ңыз, ыңыз, ңыз. Мысалы, отбасыңыз, анаңыз, әжеңіз, добыңыз. Үшінші жақ: оның жалғаулары с, Мысалы, отбасысы, анасы, әжесі, добы, інісі. Жақсы. Енді ережені пайдаланып, төмендегі берілген сөздерді жекеше түрде тәуелдеңіздер. Бірінші жақ: менің, екінші жақ: сенің, сыпайы түрі: сіздің, үшінші жақ: оның. Берілген сөздер: аға, дос, дәстүр. Жақсы, енді өзіңізді тексеріңіздер. Бірінші жақ: менің ағам, менің досым, менің дәстүрім. Екінші жақ: сенің ағаң, сенің досың, сенің дәстүрің. Сыпайы түрі: сіздің ағаңыз, сіздің досыңыз, сіздің дәстүріңіз. Үшінші жақ: оның ағасы, оның досы, оның дәстүрі. Жақсы балалар, енді біз сіздермен тест тапсырмасын орындайық. Бірінші сұрағы: тәуелдік жалғаулы сөзді табыңыз. Отан, туған жер, күнім, бақыт. Тексереміз. Дұрыс жауабы күнім. Екінші сұрақ: тәуелдік жалғауының жекеше түрінің үшінші жағын көрсетіңіз. Қаламыз, үйім, кітабы, бақыттары. Тексереміз. Дұрыс жауабы кітабы. Тәуелдік жалғаулы сөзді табыңыз. Үшінші сұрағы: тәуелдік жалғаулы сөзді табыңыз. Барады, көрдік, дәптер, болашағын. Тексереміз. Дұрыс жауабы болашағын. Төртінші сұрақ: тәуелдік жалғауының жекеше түрінің екінші жағын көрсетіңіз. Мектебін, тілім, аспаны, бақытты. Дұрыс жауабы мектебін. Бесінші сұрақ: тәуелдік жалғауының жекеше түрінің бірінші жағын көрсетіңіз. Көйлегім, қаламы, орындықтарын, тапсырма. Дұрыс жауабы көйлегім. Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.